Шулы балалар ғибратты әңгімесі. Бір ауылда қарт кісі өмір сүріпті. Ол жалғыз әрі тұйық адам екен. Кешке оның үйінің жанында жергілікті балалар ойнап, шу шығарыпты. Бұл қарияны қатты ашуландырды. Бірде қарт шыдай алмай, оларға былай деп айтты: «Егер сендер ертеңде осында ойнауға келсеңдер, мен сендерге 100 теңгеден беремін». Келесі күні кешке балалар келіп, одан әрі шулады. Қарт уәдесін орындап, келесі күні де оларға ақша төлейтінін айтты. Бірақ ертең ол оларға 100 теңгеден емес, тек 50 теңгеден берді. Тағы бір күннен кейін қарт балаларға тек 10 теңгеден берді. Өкінішке орай, менде ақша таусылғалы жатыр. Ертеңде мұнда бұрынғыдай ойнауға келе алмайсыңдар ма? Бірақ мен сендерге төлей алмаймын. Балалардың көңілі жарым болып, олай болса, олар мұнда мүлдем келмейтіндігін айтты. Олар өз уақыттары мен күштерін босқа жұмсап қайтпек? Осылайша қарт өзі қалаған тыныштыққа қол жеткізді.